Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып жазып алсаңдар болады. Сөйлемнен сөз тіркесін біліп алуды үйренемін. 48-ші тапсырма: сөз бен сөз тіркесін салыстырып көр, олар бір-бірінен қалай ажыратылып тұрғанын айт. Үй кең, үй. Бару, жайлауға бару. Өшіргіш, өшіргішпен өшіру. Пәтер, екінші пәтер. Бұл жерде сөздер сөз тіркестерімен екінші бір зат есім немесе етістік арқылы бір-бірімен байланысып тұр. 49-ші тапсырма: әр қатарды өзіне ұқсас сөз тіркестермен толықтырып жаз. Мектептің ауласы, үйдің ауласы. Терең көлшек. Екі ешкі, төрт ешкі. Ақыл айт, ақыл айтпа. Тез оқы, жай оқы. Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары қай сөз таптарынан жасалған? Сөз тіркестерінің екінші сыңарлары сын есімнен және зат есімнен және де етістіктен жасалған. 50-ші тапсырма: сызбаға қарап сөз тіркестері туралы қорытынды жаса. Сөз тіркестері зат есім және зат есім, сын есім және зат есім және сан есім, зат есім және етістік. Сөз тіркестері осы сөз таптарымен жасала алады. 51-ші тапсырма: өлеңді көшіріп жазып, сөз тіркестерін тап. Бесікті жатқа сатпайды, бабалар рухы сынады деп. Шаңырақты отқа жақпайды, киесімен ұрады деп. Бұл жерде сөз тіркестері бабалар рухы және де киесімен ұрады дегендер сөз тіркестері болып келеді. 52-ші тапсырма: жұмбақтардан сөз тіркестерін тауып кестеге орналастыр. Кішкене ат пен үлкен ат бір қызыққа байлаулы. Айналса да мың қабат, тілемейді айдауды. Бұйра тұлымы желмен ойнайды, қызыл мұрны жерге бойлайды. Өлең жұмақтарындағы сын есім, зат есім қосылған тіркестерді табатын болсақ: кішкене ат, үлкен ат. Сан есім, зат есім, айналса да мың қабат. Зат есім, етістік, желмен ойнайды, жерге бойлайды. Жұмбақтың шешуіндегі бір сөзбен мәтін құрастыр. Бұл жұмбақтардың шешуі: екінші жұмбақтың жауабы от. Шығармашылық үзіліс. 53-ші тапсырма: қошемет айту ойыны. Ойынның шарты: екі бала бір-бірінің келбеті, мінезі, тағы басқа қасиеттері туралы сөз тіркесін кезекпен айтып, топты бір-біріне лақтырады. Мүдірмей тез айтқан оқушы жеңімпаз атанады. Біз досымызбен осы ойынды ойнасақ болады, яғни досымыздың келбеті, мінезі туралы сөз тіркестерін айтып кетейік. Шашың әдемі, бойың ұзын, қолың әдемі, мінездің жайдары, мұрның үшкір, үздік оқушы және тағы басқаларын өздеріңнің достарыңның бойындағы сөздерді сөз тіркестері етіп айтсаңдар болады. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын айтып отырдым. Егер тапсырмалардың жауаптары сендерге түсінікті, пайдалы болып жатқан болса, видеоға лайк басып және комментария қалдырып, каналға тіркеліп қояйық. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып жіберсеңдер, мен сендерге келесі видеода жауабын айтатын боламын.